Мен Ибраим Жұмахет Мырзахметұлы Сайрам аудандық электр жүйесінде аға диспетчер болып қызмет атқарамын. Және сонымен қатар Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінде электрмен қамтамасыздандыру мамандығы бойынша шебер болып қызмет істеймін. Сол колледждің студенттері біздерде технологиялық кәсіптік тәжірибелерден өтіп жатыр. Олар Жуатқанов Мәди, Орынтаев Айбек и Карибаев Ислам. Ондағы мақсатымыз олар дуалды оқыту жоспары бойынша осы жерде тұрақты қалыпты жұмыспен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар мен де өз кезегімде оларға осы жерде технология практикалардан өткізіп, барынша жұмыс жағдаймен барлығымен таныстырып жатырмын. Біздің ауданда 16 қосалқы станция бар. Ол қосалқы станция 16 аудан орталықтарында елді мекендерде орналасқан. Ондағы мақсатымыз ауданды электр қуатымен қамтамасыз ету. Тұрақты, ешқандай несіз кедергісіз қамтамасыз ету болып табылады.